Сәлем достар, бүгін сіздермен медовый тортын жасайтын боламыз. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Дайындап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз баяу отқа ыдысымызды қойып, оған балды салып, кішкене араластырып, үстіне қантты салып, ерігенше араластыратын боламыз. Міне кішкене еріп, осылай көпіруді бастаған кезде біз ішімдік содасын салып араластыратын боламыз. Ішімдік содасын салғаннан кейін осылай көпіріп шығады. Тағы да түсі өзгергенше араластырамыз. Осындай қоңырлау түске кіреді. Сосын біз сары майымызды салып, тағы да кішкене араластырып оттан алатын боламыз. Міне бізде осындай масса дайын болды. Оны кішкене суытуға қоямыз. Енді жұмыртқамызды бөлек ыдысқа салып, венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Енді біздің суыған балды массамызды жұмыртқаның үстіне осылай аз-аздан салып, венчикпен жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді осы массаның үстіне ұнды аз-аздан салып, тағы да араластырамыз. Міне біздің массамыз осындай қоюлықта болу керек. Енді біз осыны пісіріп алатын боламыз. Формамызды дайындаймыз. Пергамент қағазына осылай форманың көмегімен думалақ осындай көрініске келтіреміз. Оған жаңағы массамыздан аз-аз салып, мен бір 2-3 қасықтай салдым. Жұқалап, жайып шығатын боламыз. Бір тегістеп жайып шығамыз. 180 градус қызып тұрған пешімізде 5-6 минуттан пісіріп аламыз. Қарап тұрамыз, біздің кождарымыз өте тез-тез піседі. Пергамент қағазына жабыспайды мүлдем. Міне осылай пісіп шықты. Барлығыны осылай пісіріп алатын боламыз. Міне тағы да көрсеттім сіздерге. Мен бір рет істеткен пергамент қағазын тағы да келесіге де істете берем. Өйткені біздің кождарымыз жабыспайды пергамент қағазға. Пергамент қағазының жақсы сапалысыны істетіңіздер. Сол кезде жабыспайтын болады. Міне барлық кождарымызды біз пісіріп алдық. Менде 7 кож шықты. Оның біреуіні майдалап, торттың үстіне әрлеуге істететін боламыз. Енді кремімізді дайындаймыз. Творожный сырға біздің қойылатырылған сүтімізді, яғни сгущенкамызды салып, миксермен кішкене араластырып аламыз. Оның үстіне 33% сливкимізді құйып, тағы да миксермен араластыратын боламыз. Бізге кішкене қоюланған болуы керек. Қатты олай торттікінде қоюлантырмаймыз. Бізге ондай қою кремнің қажеті жоқ. Осындай жұмсақ крем дайын болады бізде. Енді біз тортымызды жинайтын боламыз. Кождарымызды қойып, барлығының арасына кремнен жағып, үсті-үстіне қойып, жинап шығатын боламыз. Міне торттарымыздың шетіне де аздап-аздап крем жағамыз. Үстіне жаңағы майдалап алған коржымызды, крошкамызды осылай сүйеп шығатын боламыз. Барлық жеріне осылай жабыстырып шығамыз, шеттеріне. Біздің тортымыз дайын. Тортымызды 4-5 сағатқа, не болмаса бір түнге мұздатқышқа қоямыз. Сол кезде кремдері сіңіп, өте жұмсақ болып шығады. Бірден кесуге болмайды. Міне тортымыз дайын, өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Дайындап көріңіздер осы рецептпен. Видео ұнаған болса,
Лайк басып, өз пікірлеріңізді білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда тағы да басқа тәттілердің рецептері бар, кіріп көрсеңіздер болады. Видеоны қарағандарыңызға үлкен рахмет.